Бисмиллахир-рахманир-рахим. Күнәлар жайында бір айтып өтейікші. Күнәні, енді оны көп адам түсінеді ғой. Және түсінікті болу үшін айтсақ болады. Күнә деген кір ғой. Ластық. Мына киім кірлеген сияқты, дене кірлеген сияқты, күнәдан адамның жүрегі кірлейді, санасы кірлейді, жаны кірлейді. Енді сұрақ сол күнәлар кешіріле ме? Енді адам тәубе қылған болса, кешірілмейтін күнә жоқ. Адам шын тәубе етсе, күнәнің барлығы кешірілетіндігі Құранда Алланың өзінің сөзімен уәде етілген. Хадисте уәде етілген. Ат-таибу миназ-замб каман ла замба лаху. Кімде-кім күнәдан бас тартқан болатын болса, одан өкініп одан қайталамаса, оның күнәсі жоқ, іспетті болады деген. Ал енді күнәдан кешірім сұрамаған болсашы, тәубе қылмаған болсашы, ол кешіріле ме деген сұрақ. Күнәлар бөлінеді. Енді біз жаңағы жасырын, жария, үлкен, кіші деген сияқты сондай бір күнәларда солай бөлеміз ғой. Және кешірілуіне қарай күнәлар бөлінеді. Бір күнәлар бар, сен кешірім сұраған жоқсың, бірақ ол ұсақ күнәлар сенің жақсы істеріңмен өзінен өзі кешірілетін күнәлар болады. Иннал хасанат юзхибна ас-сайиат. Расында жақсылықтар күнәларды өшіреді дейді. Күнәларды өшіретін ең керемет нәрсенің біреусі намаз расында. Бұл сен кешірім сұрап үлгерген жоқсың, бірақ сенің істеген жақсы ісің, намазың, садақаң, сенің кешірімің, біреуге жасаған көмегің, біреуге берген дер кезіндегі ақылың, бұл сенің күнәнің кешіруіне себепкер болып қалады екен. Екінші күнәлардың түрі бар, олар тәубемен кешіріледі. Жай ғана кешіріле қоймайды. Оған шынымен де Аллахтың алдында ұялып, кешірім сұрап, одан бас тартып, оны қайталамауға тырысу керек. Олар енді үлкен күнәлар. Адам арақ ішіп қойған болуы мүмкін, адам зина істеп қойған болуы мүмкін. Одан бас тартып, оны қайталамай кешірім сұрау керек. Ол жаңағындай тәубемен кешіріледі. Енді бір күнәлар бар, ол сенің жақсы ісіңмен де кешірілмейді. Ол сенің тәубеңмен де кешірілмейді. Ол кісінің хақысы дейді. Сол адамнан барып, сол адам сені кімнің алдында хақысын жеп қойдың, сол адам кешірілсе ғана кешіріледі. Сен біреудің дүниесін тартып алған болсаң, біреудің басын жарған болсаң, біреудің сыртынан өсек айтқан болсаң, біреуге жала жапқан болсаң, өтірік арыз тастаған болсаң, сен сол тірлігінен ол жапа шеккен болатын болса, сен Құдайдың алдына сәждемен де оны кешірім сұрау қиын болады саған. Садақамен де кешірім сұрау керек болды, сол адам кешіру керек болып қалады. Сондықтан кісінің хақысы кішкене ода сақ болу керек. Сол адам кешірсе, онда сен кешірілесің. Сондықтан осындай бір күнәлар бар екен, ол адамға байланып тұрады. Енді бұл өткен болсақ дейміз ғой, енді дүниеден өтіп кеткен болатын болса, ал енді дүниеден бір күнәмен өтетін болса, ол күнә кешірілмейді. Бір күнә бар, ең қорқыныштысы. Ондай күнәмен кім Раббысынан қайтқан болса, ол күнә кешірілмейді. Ол Аллахқа серік қосу. Әсіресе біздің заманымызда бұл күнә туралы адамдар ұмыта бастады. Діни сауаттың азаюына байланысты. Бірақ шайтан, ібліс ұмытпады. Өйткені Аллах Құранда айтты: «Инналлаха ла яғфиру ай юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша». Аллах айтады, Аллах дейді өзіне серік қосқанды кешірмейді, одан басқа күнәларды қалаған пендесіне кешіреді. Сол үшін шайтанның ең жақсы көретін күнәсі осы. Адамға арақ ішкізгеннен де, зина жасатқаннан да, кісі өлтіргеннен де, ұрлық істеткеннен де ең жақсы көретін күнәсі, өйткені шайтан ол жайында хабары бар, серік қостыру, Аллахтан бөлек нәрсеге табындыру. Ол пайғамбар болар, ол әулие болар, ол әруақ болар, соған табындырып қою. Аллахқа жасайтын құлшылығыңды, жаратушыға жасайтын құлшылығыңды жаратылысқа жасатып қою. Сонда ол, егер ондай күнәмен адам өтіп кеткен болатын болса, қиын. Ал дүниеде кешірім сұраса, тәубе қылып көрген болса, онда барлық күнә кешірілетіндігі рас.